Күн қайдан асығады. Құрметті көрермендер, үлгілі отбасы тәрбиенің алтын діңгегі демекші. Бүгін біздің 7-ші бөбекжай бақшасының тәрбиеленушісі Қалдыбай Адия қызымыздың шебер әке, өнегелі ана, еңбекқор бала атты отбасындағы үлгі өнегені тамашалайық. Қызым, мен тақияға ою өрнектермен асыл тастарды безендіріп отырмын, және де үкі тағып отырмын. Біздің ата-бабаларымыз өте шеберлі, өнерлі болған. Осы тақияға үкіні қадап отырмын мен. Қызым, үкі деген қазақтың ежелден келе жатқан киелі құсы. Үкі қонса үйге бақ қонады деген. Осы үкіні тақияларға, қыздардың тақияларына бақ қонсын, тіл көзден сақтасын, бәле жаладан сақтасын деп тақияларға қондырған осындай ырыммен. Сондықтан мен үкіні тақияларға қондырып отырмын. Қызым, әкең келе жатыр. Бас киімдерді жинайық. Мына домбыраның тиегі жоқ қапты. Ал, мен домбыраның тиегін жасайын, саймандарымды алып. Ал, міне домбыраның тиегі де бітіп қалды. Мұны енді салайын. Ал, домбыраның тиегі де бітті, міне. Дұрыстап берем бәйбіше. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер. Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлін көрсететін. Бұл баланың әкеден ер мінезділік пен еңбекқорлықты, анадан іскерлік пен үй шаруасын үйреніп, өнеге алуын, яғни ұяда не көрсе ұшқанда соны ілетінін білдіреді.